Міне, жасуша барлық тірі ұлпалардың негізгі бірлігі. Адам жасушаларының көпшілігінде ядро деп аталатын құрылым бар. Ядро геномды қамтиды. Адам геномы 23 жұп хромосомаларға бөлінген. Әрбір хромосома гистон деп аталатын нәруыздардың айналасына тығыз оралған ұзын ДНК тізбегінен тұрады. ДНК ішінде гендер деп аталатын бөліктер бар. Бұл гендер нәруыздарды түзуге арналған ақпаратты қамтиды. Ген белсендірілген кезде РНК полимераза деп аталатын фермент геннің басталу бөлігіне байланысады. Ол ДНК бойымен қозғалып, ядродағы бос негіздерден ақпараттық РНК тізбегін түзеді. ДНК коды ақпараттық РНК-ға қосылатын бос негіздердің ретін анықтайды. Бұл процесс транскрипция деп аталады. Нәруыз түзілмес бұрын ақпараттық РНК өңдеуден өтуі керек. Бұл РНК-ның қажет емес бөліктерін алып тастау арқылы жүзеге асады. Содан кейін ақпараттық РНК ядродан цитоплазмаға өтеді. Цитоплазмадағы рибосомалар деп аталатын нәруыз зауыттары ақпараттық РНК-ға байланысады. Рибосома ақпараттық РНК кодын оқып, амин қышқылдардан тұратын тізбек түзеді. Амин қышқылдардың 20 түрі бар. Тасымалдаушы РНК молекулалары амин қышқылдарды рибосомаға жеткізеді. Ақпараттық РНК 3 негізден тұратын кодон бойынша оқылады. Әрбір кодон оқылған сайын тасымалдаушы РНК сәйкес амин қышқылды жеткізеді. Ол өсіп келе жатқан амин қышқылдар тізбегіне қосылады. Соңғы амин қышқылы қосылғаннан кейін тізбек күрделі 3 өлшемді пішінге түрленіп, нәруызды түзеді.